Шымкенттің сумен жабдықтау желілерінде 90-да көшешілік және жалпы үй желілеріндегі шығынды бақылайтын 5000-нан астам суды есепке алу аспаптары орнатылған. Су есептегіштерді қашықтықтан деректерді беру құрылғыларымен жабдықталған. Таратушы құрылғылардан алынған мәліметтер су ресурстары маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің автоматты басқару жүйелерінің биллингтік базасына түседі. Қазіргі уақытта кәсіпорынның бақылау өлшеу аспаптары және автоматика бөлімінің мамандары радио толқындар арқылы сигнал беретін және қуат көздеріне тәуелді таратқыш құрылғыларындағы қазіргі заманғы модельге ауыстыруда. Жаңа Хронос құрылғылары ұялы байланыс арқылы су шығын туралы деректерді жібереді. Оларда автономдық қуат бар, батарея 5 жыл жұмыс істеуге арналған. Құрылғының корпусы электрониканы ылғал мен таттан жақсы қорғайды. Әзірге осы типтегі 600 таратқыш құрылғы орнатылады. Құрылғылар су балансын бақылау маңызы бар рөл атқарады. Келіп түскен деректерді талдау кезінде жасырын ағып кетуді анықтауға және мәселені жедел шешу үшін шаралар қабылдауға болады. Сонымен қатар, таратқыш құрылғылардың көрсеткішті алу кезінде адам факторынсыз жүзеге асады. Бұл ресурстар мен уақыт үнемдеуге мүмкіндік береді. Айта кетейік, Шымкент кәсіпорны Қазақстандағы алғашқылардың бірі болып, осындай үлгідегі таратқыш құрылғыларды пайдалануға енгізуде.